Ал балаларым ер жігіттің қаруы болып есептелетін, құралы болып есептелетін, ол жанында бірге жүретін, ол қамшы. Олай болса, мен бүгін сендерге сол қамшыны қалай өру керектігін үйретейін. Өрмес бұрын жақсылап мына қайысты кесіп алады. Қамшыны мына өріммен екеуінің арасы иіліп тұру үшін, екеуінің ортасын мықтап ұстап тұру үшін жасалатын нәрсе, Ендеше сайысымызды бастай берсек, дайынсыңдар ма? Қамшы өру сайысынан қай топқа жеңісті бересіз? Мен екі топтың да жұмысын өте жоғары бағалап, екі топқа бірдей баға берер едім. Мен бұл жолғы жарыста сендерге тұрмақты ойып және оны жүйелмеп құрастыруды үйретпекшімін. Қолдарыңа тебендеріңді, инелеріңді алып отырыңдар. Қазірге шейін анықталғаны қазақ оюлардың 10 мыңнан артық түрі бар. Соның ішінде бізге ең көп қолданып келе жатқан жаңа өздерің айтқан қошқар мүйіз оюы. Ал қыздар дайынсыңдар ма? Иә. Бастаңдар. Жебе тобы кішкене басымдықпен ұтып алды. Әне-міне дегенше бағдарлама да соңғы күніне жетті. Балалар бүгін ертемен көлдің арғы бетіне келді. Бұл олардың көптен көңілдерінде жүрсе де орындалмай жүрген тілегі еді. Енді оның да сәті түсті. Балалар алғаш келгендегідей емес, ауа райының да күн сайын суытқаны байқалады. Әсіресе таңның ызғарында олар қалың киінуге мәжбүр. Мұрал, сенің ағашқа өрмелейтін де өнерің бар меді. Біздің бағдарламада мұндай сайыс жоқ. Әйтпегенде жүлдені қолдан бермейтінің белгілі. Қане, енді төменге түс. Amansınlar. Aleykümselam. Balalar ataların qane. Assalamualeykum. Aleyküm assalam. Aman sağsız. Жақсы шүкір. El jurtunuz balaşaq aman. Рахмет, өздерің қалай? Allah деп, мына ауылымызға кек қапсыздар. Мына баладар бар. Бала келсе ауылыңа 60-дағы келіп сәлем берет деген. Қазақтың ата жолы. Мынау ерудігім бар, баладарға алып келген. Ай, бәрекелді. Осы баладар ауылымыздан құрауыз кетпесін деп, баладарға ерудігімді ақ келдім. Ай, бәрекелді. Үлкен кісі. Алла разы болсын. Рахмет айтамыз балалар, Қанеке. Кел аға, шырғы байсына, кел. Оп. Көмектесіп жіберейін. Бұндай қойды беріп тұрған кезде неге алып қалмасқа? Жолымсыз. Қазақтың жолы ғой. Оп, бәрекелді. Орамал том болмайды, жол болады деген. Жолы ғой бұлау қазақтың. Ал аттан түс бауырым, аттан түс. Ағаларың атын байлаңдар. Балалар. Бисмиллахиррахманиррахим. Әуелі Құдай оңдасын, қызыр болсын жолдасың, еш жамандық болмасын. Кетпес дәулет берсін, кең пейіл берсін. Не берсе де қайырмен берсін. Өлге иман, тірге береке берсін. Мынау менің балаларыма білдіріп жатқан пейілін Алладан қайтсын. Аспаның ашық болсын, заманың тыныш болсын. Мерейің үстем болсын. Бала шаған көп болсын. Әумин, Аллаху акбар. Ай, балаларым, мұнда кеңдер.
Оттайын ата. Дұрыс болған екен. Балаларым, біздің мынау қоныс тігіп отырған жеріміз Көбетей ауылының жанындағы Нұра өзенінің бойы ғой міне. Енді өздерің келді деп мына Көбетей ауылының тұрғыны Болат деген аталарың ергілік жасап, әлгінде бір қой алып келді ғой. Сол қойды сойдым. Содан қой сойған соң біз қазақпыз. Қойдың бас сирағын үйтіп, бірге асамыз ғой. Қазір мен басты өзім үйтпақшымын. Ал сендер маған болысып мына сирақтарды үйтіп берсеңдер. Солай ма? Иә. Ал маған бір ой кеп тұр балалар. Бұл сирақты сендерге жай ұстасып қоймай, екі топқа бөлініп, жарысып үйтсеңдер қайтеді, кім бұл сирақты күйдірмей, таза үйтат, және жылдам үйтат, сол жеңімпаз болады. Иә. Сөйтеміз де олар? Иә. Бұл бізде аяқ астынан табылған жарысымыз, яғни бұл бізде жарысқа кірмейтін, бірақ біз атамыз екеуміз жаңа ақылдасып, осыны сайысқа кіргізетін болдық. Қолдарыңнан келе ме? Иә. Бәрекелді. Ал енді сендер ауылдың баласы болып, ауылда жүргеннен кейін бұны білулерің керек балаларым. Кейін есейген кезде әкелеріңе көмектесіп қой соясыңдар. Сол кезде өздеріңе керек болады балаларым. Бұның бәрін білу керек. Мінекей мен мынандай істік жасадым. Қазір мен осы істікке сендерге әзірлеп берейін. Атам мен өзім істесем бола ма? Тұра өзім істейін. Жоқ, атамыздың өзі жасап береді. Бәріңе бірдей. Өзім жасайын балам. Бәріңе бірдей жасап береді атамыз. Кішкене оттан алса отырыңдар. Ал, тұра тұрсын. Тимеңдер, тұра тұрыңдар. Әкел аға. Атам маған. Қазір. Ой, не честно. Мінекей. Ал. Дайынбыз ба? Иә. 1, 2, 3. Айналдырып отырсаңдар болады, айналдырып отырсаң. Бір келші күйдіру үшін. Кішкене басы. Айналдырып ұстағандарың. Қатты жоғарда ұстап тұрсын. Айналдырып ұста кішкене балам, айналдырып ұста. Бір жерінен екінші айналдырып ұста. Ой, жарайсың, ылғардың сирағы. Мұнаны кішкене жақындырып айналдырып ұста ғой, айналдырып. Айналдырып. Дидар, төменірек ұста, дұрыс. Дидар. Ой, бәрекелді. Қалай айналдырып тұрсын. Бүйтіп айналдырып тұрсын, е? Санжар көмектессең болады, е? Тазаласаң болады енді? Түспейді, айналдырыңдар, түспейді. Жерге отырып тазаласаң. Жерге төмен отырыңдар. Жерге отырып Топта тазалаңдар. барын салуда. Жебе тобында Мұрал мен Дидар үйтуге, ал Санжар күйікті қыруға жауапты. Оқыпты міндет бөлісі оларды жеңіске бастай алар мекен. Шабыт тобында төртеуі де Қоймайды, олай қоймайды. ұйымшыл жұмыс жасап жатыр. Домалату керек, ә? Бүйтіп ұстау керек, бұлай ұстау керек. Міне, ал. Ой, жарайсыңдар балалар. Сүйіндіп тұрмын не? Түспейді. Терісін сыпырып алмаңдар, терісін жыртып алмаңдар. Терісін жыртып алмаңдар балалар. Құйқасын жыртып алмаңдар. Енді сендер алғашқы рет үйтіп жатырсыңдар ғой. Тегінде бұны үйтқан кезде бас сирақты мына құйқасы жыртылмайтындай ұқыпты болу керек. Балалар табаққа салған кезде жырым құйқаны салған ұят болады ғой. Сирақты салған, е? Түпкі жақтары күймелі сенікі, Дидар әлі.
барынша айналдырып ұстап отырсыңдар. Bir жерге ұстап тұрсаңдар, қатты күйіп кетеді. Мұрал, сенікі болып қалған сияқты ғой, ә? Дегенмен мына Балдар балалар бұрын сирақ үйітіпті бізде. Иә. Дегенмен мына балалардың көрініпті. Еңбекке Жақсы, иә, жақсы екен. Ептері бар. Бізде бір сырақ болды. Талаптар тұра тұрыңдар, болған-болмағанын қазір көреміз. Соңынан тексереді. Болған жоқ. Атамыз екі топтың да сирағын соңынан тексереді. Сосын қай топтың сирағы жақсы үйітілған, сол топқа ұпай береді. Болды деп айтпаңдар, мына үйтіп жатқан кезде Сендер төменгі жақтарында үйітің ғой. тағы да қандай Сен де төменгі жақтарында үйітің. Айналдыр дейді. Шабыттықтар сирақ үйтуде тәжірибесі бар ылғарға көбірек сеніп отыр. Ата баласымын дейтін Айбектің де қолында бір сирақ. Ендігі кезек олардың тапсырманы қалай орындауында. Бізде соңғысын. Ата біз кейін жақпалық. Жалғастыр. От қатты мына ыстық болып жатыр ма екі балалар? ортаның жүнін тазалаңдар, соны күйдіріңдер. Сырақ болды, сырақ. Ата тексеріңізші. Екіншінің тұяғын алдыңдар ма? Иә. Аха. Екі тұяқтың ортасында жүн болады. Соны күйдіріңдер. Аха. Сол жерін үйту керек. Отқа тигізбе. Отынға тигізбе. Тым биік. Мына жерде көрдіңдер ме? Міне. Болды. Оны сол үйге күйдеп тазалап тұр. Тазалап отырыңдар сол жерін. Қырып жіберу керек. Ана ағаштың қырымен қырып жіберу керек. Ағаштың қырымен. Ана соққы басып жатыр. Ата біздікі болды. Ағаш дұрыс салынбағандықтан мына жақтары кесіп кетті. Ата ағаш кішкене дұрыс салынбады, мына жағы да тесіліп. Қазір балаларым қазір. Мынаны тағы да ұстау керек міне. Мынаның ортасында жүн тұр, көрдіңдер ме әлі? Ата біздікі болды. Қазір көрейін. Мына жерлерін тазалап жүр. Болдыңдар ма? Қане маған көрсетіңдерші. Мына ортасындағы жүнді көрінер ме? Ортасындағы? Осын күйдіріп, тазалап жіберу керексіңдер. Болды, онда осылай ұстаңдар. Енді оны жуу керек. Қайсы? Оны күйдіру керек тағы да. Күйдіріп жіберді. Күйдіріп жібердің, көрдің ба? Болды, жарайды. Болды. Екі жақтікі де болды. Болды, ананы бір қыр жіберіңдер қазір. Бір қыр жіберіңдер енді, ортасын жаңағы. Әлі болмады. Болды. Жебет алған. Ағай болды. Мынау күйіп кетті. Енді көріп бағасын берсеңіз. Бүкілігі де күйді. Мына жердің жүні қалып қойыпты, көрдің ба? Мына қайтадан отқа сала бар. Анда сенің ұстағаның емес пе балам, Сенікі қоғаның. Сенікі мұлон мені. Атамыз сүймішан. Сөйтеміз, Өйткен жоқ, қазір бірінші қарап олай мен. Атамыз дегеніңіз. Сіңір ма? Менің ашылым, жаңағы қабығын алып келсем, қалай үйді болған екен. Ата
Аха. Мына бері ағаш болған. Мана ағаш есеп кетті. Oldu mu балам? Иә. Сендер өзің мынау ауылда аталарың жанында көмектесіп әбден үйренбесіңдер ғой деймін, ә? Мынау жазғы демалысқа ауылға барғанда аталарыңа, әжелерге көмектесіп осындай шаруалар істеп тұру керек олар, ә? Иә. Қозы бағуға. Мен ең соңғы рет осы құрбан айттым. Құрбан айт дейттім ба? Бәрекелді. Әкел оғай, әкел оғай. Бер оғай болды. Әкел. Ата жүнін барасың. Көреміз әлі. Көреміз. Болды, түсінікті. Ал енді. Ал, отыра қойыңдар орындарыңа. Мен мына екеуінде екі жақ топтың да үйтқан сирақтарын қарап отырмын. Біздің шабыт тобының бір сирағы мынандай болып міне жыртылып кетті. Бірақ бұл жерде балалардың кінәсі болмай тұр. Өйткені жаңағы ағашы, бірінші рет мұндай таяқ тұғып үйтіп тұрсыңдар ғой сендер. Отқа үйтіп тұрсыңдар, е? Сондықтан бұл таяғымыз кішкене қолайсыздау кірді ме екен, мына кішкене құйқасы жыртылып кеткен екен, е? Бірақ дегенмен таза үйтіліпті. Ал енді мынау екінші тобымыз біздің жебе тобы. Жебе тобындағы Мұрал баламның үйтқан сирағы өте бір сондай жағатпен беріліп, жан тәнімен еңбек етіп үйтті бұл балам енді. Дегенмен мына екінші сирақта, мынау Мұралды үйтқан сирағы да мына отқа кішкене көбірек көміліп кетсе керек. Мен жаңа айттым, отқа басып ұстамаңдар, оттың бетіне ұстаңдар деп, мына балаларым сияқты, е? Сендер мына тезірек бітеміз деп бітіргілерің келді де, отқа басып ұстап көме ұстадыңдар. Сондықтан мына шоқ, мына құйқаларын күйдіріп жіберген, қап-қара. Көрдіңдер ме? Мынау қара күйе болып кеткен мінекей. Бұның өзін жуып тазалаудың өзі оңай емес қой. Иә? Оның үстіне мынау сәл-пәл кішкене қалып қойған жерлері бар екен. Оның үстіне сендер мына шабыт тобынан уақыт жағынан кішкене кешіктіңдер, қалып қойдыңдар, иә? Сондықтан мен ойлаймын, бұл сирақ үйту жарысы бұл балаларымның өмірінде бірінші рет болып тұр. Дегенмен жеңімпаздың аты жеңімпаз, е? Бірінші болып үйтіп біткен. Жеңімпазы кім болды сонымен? Менің шешімім бойынша шабыт тобы алға шықты бұнда. Ой, жарайсыңдар, шабыттың жігіттері. Аса маңызды бір ұпайды еншіледіңдер. Көрермендердің естерінде болса, осыған дейін жалпы нәтижеде 16-да 15 ұпаймен жебе тобы алда еді. Енді шабыттың ұлдары есепті теңестірді. Яғни екі топтың қоржынында да 16 ұпай бар. Сондықтан қыздар арасындағы бәсеке жеңістің нүктесін қоятын шешуші сайыс болғалы тұр. Бүгін армандар орындалған күн. Балалар таңертең көлдің арғы бетіне барып, көңіл сергітіп еді. Енді міне жарыстан жеңген шабыт тобының тағы бір тілегі орындалды. Ата үйретілген Көктайды ылғардың мінуіне рұқсат етті. Бүгінгі күннің сайысына да жеттік. Олай болса, әжеміздің дәрісін зейін қойып тыңдайық. Әже, сіз сізде. Біз қазір майшайқау жарысына келіп отырмыз. Бәрің дайынсыңдар ғой, иә? Сендерге тең қылып қаймақ, яғни сүттің бетінен алынған кілегейді, ашытқан кілегейді екі ыдысқа тепе-тең салып бердім. Көрдіңдер ғой, иә? Енді біз май шайқау үшін ең бірінші қолымызды тазалап жудық жаңа, иә? Енді білезігіміз болса, білезігімізді, сақиналарымызды қолдана аламыз. Міне, бұл тазалық үшін, өйткені олардың астында шаң-тозаң болып қалуы мүмкін. Енді дегеннің ішіндегі қаймақ бар ғой? Осыны біреуің алдыменен оң қолдарыңмен бісміллә деп араластыра бастайсыңдар.
көп біраз уақыт араластырғаннан кейін ол май бола бастайды. Мен екеулеріңе екі жаққа тең жол көрсетіп отырам. Одан су шығады. Су шыққан кезде мен өзім айтам. Ары қарай жалғастырамыз. Түсіндіңдер ма? Енді бұл жарыстың соңында кім майды жақсы шайқаса және тез болса және әдемі қылып жуып шықса, сол жеңімпаз болады. Қандай? Түсіндіңдер ғой, иә? Осы кілегейді қайта-қайта шайқай берсе, ол қалай майға айналады? Әрине бұл ашыған кілегей. Оны ашыған кілегей болғаннан оны шайқағаннан кейін ол міндетті түрде май болады. Егер ашымаған кілегейді шайқасаң, ол май болмайды. Түсіндің ба? Және май болмай қалатын және бір себебі бар. Ыстық жерге қойып қойған кілегей ашып тұрған күннің өзінде май болмайды. Ал не үшін кілегейді майға айналдырамыз? Кілегейді өз күйінде сақтауға болмай ма? Өз күйінде сақтауға болмайды, ол ұзаққа жарамайды. Кілегейді алған кезде, ашымаған кезде жесең жақсы. Ал ашып кеткеннен кейін оның дәмі басқаша болып өзгеріп кетеді. Ол ашқазанға зиян. Сондықтан оны майғып, чайқап, оны тұздап, қарынға салып, сақтап жесең ол тіпті де дәмді болады. Ал шайқай салып тұздамай жеген май ода да дәмді болады. Ал тұздамаған майды ұзын уақыт сақтауға келмейді. Сендер білесіңдер ме бұны? Аналарың май шайқағанын көрдіңдер ме? Жоқ. Ондай болса бастаңдар, бастай отырып білмегендерін сұрайсыңдар. Қайсыларың? Бісміллә. Дұрыс бастадың. Айтолқын, сен дұрыс бастадың. Ашығын су шыққанша. Иә, су шыққандай жасарсыңдар. Қолыңды ептеп арғы қолыңмен сыдырып майын, қаймағын сыдырып таста. Өзі су белгілі болып шығады, ана май турылып еріледі бір жерге. Бір жерге қарай жинала бастайды. Мына қолыңды сыпырып сала қоймағаны. Оны ағызып кетпесін бір қолыңмен, бір қолыңның астын. Иә, сен өзің қолыңмен саласың, иә, солай. Ақырын. Қайсыңның еттекендерің үсті бастарыңға май шашпағандықтарыңнан, тегенелерің шетін бұлғамағандықтарыңнан, алдыларыңар майдың барлығын шашырандысын төкпей істегенде ғана қайсының пысық екендерің белгілі болады. Еңгілік бар күшін салып шайқап жатыр. Бұған негізі бар күшті салудың қажеті жоқ, бұған ектілік керек. Қыздар арасында ас үй шаруасында көзге көп түскені еңлік еді. Бауырсақ және табанан пісіруде айтарлықтай ептілігін байқатқан ол май шайқауда да белсене кірісіп отыр. Еңліктің бұл ынтасы өз тобына жеңіс сыйлай алар ма екен? Су салған аз ұшып кетті. Еңлік ұшырмай, майыңды ұшырмай, абайлап, әдіспенен. Міне сендердің майларың елдіден май болып келе бастады. Сендердігі де қалысатын емес. Ау, сен әзір және істейтін, сондықтан қағазға сүртпей ақ қой. Сүлгімен ең соңында сүртетін боламыз. Күшті шығып атыр. Керемет шығып атыр. Ақылаш. Ақыл шашақта үстіне. Сендер күз азы ғой, алғас. Бір жерге жиясындар, домалақтап, мынандай кеседен бір алып берсең, анжақтан. Мындай кеседен бір алып. Әзір мына кесеге саласындар. Сұқпалақ, өте сұқпа, жөн сұқпалаблай. Ең мынаған сал, артынан қайта саласын. Мынаған сал. Сендер мынаған саласындар. Сосын, мына шелекке ішіндегі майды құясындар. Оны мен қайнатып сендерге ежіге тұқпен және сықпа жасап берем. Қайсын? Ана суды мынаған құясындар. Суды мынаған құйып, қайта майларыңды соған саласындар. Ішінде майларың қалып қалмасын. Алды мен бір жағың ең бар.
Болды. Ал енді майларыңды салыңдар. Мынау тұра берсін. Болды, тұра берсін. Иә. Міне. Мына суды құясыңдар. Барлығын құясың. Жуымыз керек қой. Иә, таза болу үшін. Мыналардың сыртын тазалап салыңдар. Енді тазалап әдемілеп жуасыңдар. Жоқ, бұған және су. Сендерге және су құямыз. Әже, енді Тағындағы суларыңды, тағы мынаған майларыңды алып аласыңдар. Тағы суларыңды мынаған құясыңдар. Тұра тұр. Майды тағы әдемілеп алу керек. Иә, алып, сосын тағы жуасыңдар. Майды шашпаймыз сыртқа, үстілеріңе. Қыз баланың пысықтығы ыдыс аяғын таза ұстаудан және омырауларына жасаған тамағын шашпаудан келеді. Құя сал бірақ. Бір екеуміз сұра кеп дайындап қояйық. Екеуміз барып алып келейік. бір пішінге келтіріп әже болды ма? Енді мынаған саласыңдар. Тағы да сап, сосын соңғы сумен шайқаймыз. Сендерге 4-5 рет жуудың керегі болмады. Қазір 3 жуғанда сендердің майларың өте керемет таза болып шығатын болды. Майды қолдарына ала беріңдер сен. Маған қарай. Ойбай. Көбейіп жатқан секілді. Аға емес. Көбейіп жатқан. Апа, мынаның ішін бір рет мына суға тазалап. Енді ішіндегін тазалап, мынаған сыпырып сиырып, қолдарыңды, ыдыстарыңның шетін бәрін сыпырып сиырып мынаған саласыңдар. Міне әже біз бұл. Қолдарыңды енді сыпырып алағазап қалғанын жалап алыңдар қолдарыңды. Әдемілеп, сармайды олай сүтіп тастамаймыз. Алақандағы майды жалап алсаң, кейін бай боласың, бақытты боласың. Үлкен кісілер алақаның майды болсын балам деп неге бата береді? Сендер бақытты болса екен. Қандай күшті ма? Не? Күшті ғой, мен бұда істеймін. Я, онда қолдарыңды түгел жалап жеп алыңдар, тұстамай, обалды қылмай. Жарай ма? Я. Енді, мінекей, маған беріңдер. Міне, жерлерінде май бар. Міне айланасында түгел май бар. Сендердің бір жағындарыңда май бар. Бізде де бір жақта ғой. Мінекей, айланасына. Іштеріңде май көбірек. Ал мыналар сендер жеп алғасыңдар ма бірақ? Іштеме жоқ па? Бұл сумен болғандықтан сендер еще салфетка бет. Солай ма? Жоқ, біз ананы жегіміз кеп жауап жатырмыз. Жарайды. Жақсы қыздарым, сендер ешқашан ренжімеңдер, дау тудырмаңдар. Өйткені бастысы сендердің майларың өте керемет болды. Екі жақта бірдей болдыңдар. Майларыңның дәмі таңдайдан кетпейтін керемет май болды. Сондықтан сендерде бір аз ғана кемшілік екі жақтарыңда суын май шайқағанда еппен араластырмай суды көп шаштыңдар, майдың суын. Түсіндіңдер ғой, өздеріңде білесіңдер ғой, омырауларыңа қатты майларды көп жақтыңдар, Бұл сендердің бірінші реткі болып тұрған жарыстарың болғандықтан, әрі тұңғыш рет май шайқап жатқандықтан сендерге кешіріммен қарап, мен екеулеріңді де тең деп жарияламақпын. Екі жақта тең болдыңдар. Әже бітпесі қалай? Біттіңдер. Анар қызым, енді біз бұны шайқап алғаннан кейін бұны ыдысқа салуымыз керек. Қарынға. Керегенің басында мен үрлеп қойған қарын тұрып қалап жібетіп қойған отырған ағы нәрсе. Бұл қойдың қарны, міне. Көрдіңдер ма? Қазақ өзін сойған малының осы қарнын май салатын ыдыс жасаған. Жем салатын ыдыс жасаған. Біз мұнан қой сойғаннан кейін қарнын ішіндегі боғынан тазартып, оның ішіне ашыған айранды құйып, жылы жерге аузын буып 2 күн тастап қоямыз. Ауздан құямыз да, бұны еш жеріне бәкі тигізбей, теспей алып аламыз. Сосын аузын бетіп мықтап буамыз да, ішіне ашыған сүтті құйып, жылы жерге орап тастап қоямыз. 2 күнде оның ішіндегі, қарның ішіндегі боғы бар ғой, қойдың. Ол жын деп айтады оның ішінде, қарның ішіндегі жыны деп айтады. Жыны деген сөзді малдың қарнындағы шөптен қосылған ашықтықтар.
соның иісі бірақ жолақта кетіп қалады да. Мынау бүйтіп шығады. Сосын оны үрлейміз ауызға салып, үрлеп, томпайтып, аузын байлап, бұны керегенің басына, ана адал баққанға ілік қоямыз. 2-3 күнде кеуіп шығады. Кеуіп шыққаннан кейін бұны аламыз да, бұған келістіріп отырып, шетінен жылы сүтті бүркіп отырып, бүйтіп міне. Бүйтіп уқалап шығамыз. Жоқ, бұл таза иленген қап. Әрине жеке қарнынан жасалады. Бұны бүйтіп бұқалау арқылы, мына осылтатып, әппақ қып тазалап барлыққа жетіреміз. Бұндай уқалап жақсы ие қанған қарын ешқашан жыртылмайды, және ішіндегі майды ұзаққа сақтайтын болады. Мына өздерің шайқаған майды салғанмен, мына үлкен қарын бұған толмайды. Әрі сендердің мына шайқаған майларыңды қарынға салуға қимай, дәл қазір бәріңе өзіміз аталарыңменен жегіміз келіп отыр, дұрыс қой, жент жасап. Сондықтан мен мына қарынды сендерге майды қарынға салып сақтайтынды көрсетейін деп әкеліп отырмын. Бұдан кейін естеріңде болсын. Табиғи сармайды табиғи қарынға сақтау ол өте керемет, денсаулыққа пайдалы болады. Міне, біліп алдыңдар ма? Жарайды, біз басаңдар. Онда біз қарнымызды әдемілеп сақтап қойып қояйық та жұмысымызды аяқтайық. Түсініңдер ғой? Сұрақтарың бар ма басқа? Жоқ. Жақсы, қыздарым, онда аталарыңды шақырып келіңдер, сендердің шайқаған майларыңмен шай ішейік. Қалай? Аяна, сен бар ұлдарды да шақырып. Жарайды. Атасы мынау балалардың жаңа ғана жарыста шайқаған майы. Татып көріп, бағасын берерсіз балаларым. Қажет көрсін. Көрсек бола ма? Әрине болады балаларым. Әрине, еңбек сендердікі балалар. Тартып басыңдар. Майдан жағып Жақындатайын. Мына қыздарымен жасаған май екен ғой. Қыздар бүгін мәз, тұңғыш рет кілегейден май шайқап, олар өз қолдарынан шыққан тағамнан сүйсіне дәм татуда. Осындай таза да табиғи өнім тұтынатын ауыл қандай тамаша дейсің. Ал қалаға қайтқан соң балалардың ауыл өмірін сағынатынына шүбә жоқ. Ал балалар, бүгін бір ерекше күн болып тұр. Бүгін біздің соңғы күніміз ғой енді ауылдағы. Бүгінгі біздің қонағымыз, қазір сендер таңғалатын боласыңдар. Біздің Алтын қазық бағдарламасының продюсері, ол сендердің ұшқын ағаларың. Қанекей, бәріміз ұшқын ағалар. Ал, ұшқын аға, қош көрдік сізді. Сендерді де қош көрдік, күтпедіңдер ғой дейм, Жақсы, сендер үшін өте қуаныштымын. Осы 10 күн бойы өздеріңмен бірге болып, өздеріңмен бірге қуанып, кейде бірге мұңайып, барлық қызыққа бірге ортақ болдық. Мен бір байқағаным, бұл жобадан мен көптеген мінезге ие, көптеген қағылез жас өрендерді көрдім, өздерімді көрдім. Мен расын айтсам күтпедім. Өйткені бұл жоба жоспарланған кезде осы тапсырмаларды, ата-әжесінің тапсырмаларын орындай ала ма, орындай алмай ма, сәтті шыға ма, шықпай ма деген көптеген менде сұрақтар болды. Бірақ бұл сұрақтардың барлығы сендердің осы сайыс барысында біртіндеп менің ойымнан арыла бастады, кете бастады. Байқағандарым, сендер жеке-жеке мінезге ие әртүрлі өзіндік болмыстарың қалыптасқан балалар екенсіңдер. Ал екі топқа байланысты айтарым, бұл жоба сендерді тек сайыстыру ғана мақсат емес, сайыстыру ғана мақсат емес. Сендерді әрі түрлі тапсырмалардан бұлақ күштің сайысын жасадыңдар. Әрі интеллектуалды ой зеректіктерін байқаттыңдар. Өйткені түрлі қонақтар келді, сендерге түрлі сұрақтар дайындадыңдар. Сол барыста мен сендердің ой өрелеріңді де байқадым. Жалпы айтарым, өте жоба тартысты болды. Тартысты болған нәтижесі қандай? Өйткені сендер әр күн сайын, осы 10 күн барысында күн сайын құйрық түстескен байғаттар болады ғой. Сол сияқты бір-бірлеріңмен бір күні шабыт, бір күні жебе деген сияқты иық теңестіріп келдіңдер. Сондықтан екі топтың да жалпы топ құрамы мықты екен деп ойладым. Бұл әрине өздерің еріктеріңмен,
ешқандай біз араласқан жоқпыз. Өздерің қалай ойын ережесі бойынша еріктеріңмен бөліндіңдер, солай құралған топ, солай емес пе? Сондықтан десе дағы жақсы өнер көрсеттіңдер. Сондықтан сендер үшін мен қуаныштан бір қол шапалақтағым келеді. Жақсы, ал балалар, сендердің Ұшқын ағаға деген біздің бағдарламамыз бойынша сұрақтарың бар ма? Мен ойымша барлықтарыңа ұнаған сияқты, осы бағдарламаның арқасында бірнеше дос таптыңдар өздеріңе, ұрыстыңдар, одан да басқасы болды, бірақ соңында достық жеңді бәрібір, Дұрыс айтасың. Бұл сайыс кезінде намыс бар, бұлар бір-бірімен тартысады. Жеңілмеуге, берілмеуге тырысады, бірақ сайыстан кейін қарасаң бірге ойнап күліп, бір-бірімен шат-шадыман, сондай бір береке, бірлік, ынтымақты мен байқадым. Сол үшін қатты риза болдым. Ал бағдарламаның не үшін алтын қазық деп аталғанын білесіңдер ма? Ал ендеше мен бұл бағдарламаның не үшін алтын қазық болғанын айтайын. Жалпы қазық деген жерге қағылған өздерің аталарын көрсетті ғой. Енді бұл ауыл біздің осы қазақ халқының, біздің өркениетіміздің, мәдениетіміздің алтын қазығы. Егер біз осы атадан, бабадан мирас болып келе жатқан осы өздерінің күні бойы сайыстыңдар ғой, сол дәстүрлерді, сол мұраларды біз ұрпақтан ұрпаққа сендер арқылы ұмытпай, оған деген махаббатымызбен, ынтызарымызбен оны әрмендеп, өркендетіп кете алсақ, онда біз осы алтын қазығымызды жоғалтпаған боламыз. Сондықтан ауыл біздің алтын қазығымыз. Аманда осы өзіміздің мәдениетіміз өрлей берсін, көктей берсін дегім келеді. Сондықтан енді қоштасатында сәт келді, ұлан. Осы 10 күн бойы сендермен бірге болған ұлан, Анар апайларың сендерді түрлі сайыстарда куә болды. Шынымды айтсам, бұл жобада сендер ғана емес, мен де көп нәрсе үйрендім. Мен де тіпті кей сәттерде өздеріңмен бірге жарысқа қатысқым келді. Бірақ әттең оған мүмкіндік жоқ. Егер бізге де арнап бір осындай жоба болған болса, мен қатысқан болар едім. Ұлан, Анар, ендеше жобамыздың да өз мәресіне келіп жеттік. Әлгі қазақта сөз бар, тарқамайтын той жоқ деген сияқты, бұл жобаның да межелі уақыты келді. Бүгін міне сыртта өздеріңді әкелген көлік дайын тұр. Қазір біз сол көлікпен қайтатын боламыз. Сондықтан бұл менің осы жобадағы сендерге қатысқан, осы жобаға келіп өнер көрсеткен сендерге алғысым шексіз. Болашақта да біз осылай бірге тағы да жаңа жоба жасауға, сендер сияқты тіптен де біздің қатарымыз көбейе беруге мен ниеттімін. Жақсы, Ұшқын аға, сізге үлкен рахмет, және де алтын қазық бағдарламасының тұрақты көрермендері 10 күн бойы бізбен бірге болғандарыңызға, біздің алтын балапандарымызға үлкен рахметімізді білдіріп қояйық. Және сөздің қорытындысына да келіп жеткен тәріздіміз, осы 10 күн бойы жарыста өте белсенді өнер көрсеттіңдер. Есеп 17-де 17. Өте тартысты болды. Өте тартысты болды. Сендерді осындай жеңістерімен құттықтаймын. Сондықтан жеңіс екі топқа да ортақ болып тұр. Бұлайша айтқанда ондай сәттер болады. Бір мәреге екі бәйге қатар келетін сәттер болады. Бүгінде біздің сайысымыз, бүгінде біздің осы жобамыздағы соңғы мәреміз сондай келіп тұр. Жебеде, шабытта мәре сызғын бірге кесіп өтті. Бәрекелді. Жебе және шабыт топтары. Ал олай болса, бізді сыртта көлік күтіп тұр. Өзімізді осы 10 күн бойы бізге тәлім үйреткен, тағылымын берген, атамыз бен әжемізге де қоштасып, аттанатын уақыт сәтіміз келіп жетті. Қайны қозғалайық, жолға шығайық. Ал балалар, киімдеріміздің бәрін аламыз, сыртқа шығып атамыз бен әжемізбен қоштасып, автобусқа біртіндеп мінеміз, жарай ма? Жүріңдер. Ал біртіндеп асықпай шығамыз, атамыз бен әжемізбен қоштасамыз. Ал ата, әже, сіздерге үлкен рахмет. 10 күн бойы керемет уақыт өткіздік.
Sağ bolunlar. Balapanlar. Sağ bolunlar. Balapanlar. Hayır, olacaklar. Vallahi. Ulan yerinde. Boğuldun yılamandır, boğuldun yılamandır. Allah bir tuta keleş yol tağı verirsin diyor o ya. Büyürtse ata, büyürtse. Al konuşaklarım. Ulan özlerinden ötüge gündüz ulan Ayşe ekemizge de köngüldü oldu koy. Sol için rahmet senlerine. Ulan жазғы демалысқа шыққан сайын ауылдарыңа барып тұруды ұмытпаңдар. Ата әжелеріңді көмектесіңдер, иә? Арасындағы әжең екеумізді де ұмытпаңдар арасында. Мына балалар өздерің мектепте мына сабақта оқып таныс болып жүрген мына қазақтан шыққан бүкіл данышпандардың бәрі осы ауылды жерден шыққан болады. Осыны естеріңе шығармаңдар, иә? Мына жайлау, дархан дала сендердің қиялдарыңды ұштайтын, ойларыңды байытатын өнер мектебі емес пе? Сендер бар ғой балалар. Келесі жылы бізді ұмытпай тағы келсін деген ниетпен мына әжең екеуміз сендерге бір-бір қолын атаймыз. Ой, рахмет. Керемет сыйлық қой, ә? Иә. Келесі жылы Құдай бұйырса, өздерің келіп сол қолындарыңды үйретесіңдер. Солай ма? Оған дейін ол қолдарың тай болады. Ал олай болса балаларым, ендеше қандай жолдарың болды. Ата әже міне көлікте күтіп алды бізді. Ата-аналарыңа сәлем айтыңдар. Қояғын берем, қояғын. Ана жақта тағы бір екі болды. Ырысжан келе ғой тездет. Ал ата, сізге үлкен рахмет. Жақсы. Бұйыртып жатса келесі жылы тағы да келеміз жазда. Балапан бағдарламасының кішкентай ғана балапандары. Біз сендермен келесіде тағы да кездесеміз деп ойлаймыз. Ал бізге жол болсын.